Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер. Мұнайлы аудандық орталық мәдениет үйінің қолдауымен өнерім өмірім атты бағдарламасын кезекті санын сіздердің назарларыңызға ұсынамыз. Бүгінгі бізде қонақта Маңғыстауымызға белгілі жас өнерпаз, Маңғыстау өнер колледжінің түлегі және Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының түлегі алдарыңызда маңғыстаулық Әзімхан Адай бауырымыз. Қош келдің студиямызға. Ал енді Әзімхан, өнерге қалай келдің? Қай жердің тумасысың? Сол жағынан бір қысқаша айтып өтсеңіз. Рахмет. Біздер енді осы Маңғыстау облысы Ақтау қаласында өмірге келдік. Жетібай дейтін жерде туып өстік. Жалпы сол жерде 2 жылдай оқып, ең бірінші, екінші сыныптарда оқып, ары қарай қалғанын осы Ақтау қаласында жалғастырып, шал-кемпірдің қолында өстік дегендей. Сосын енді 5-6 жасымыздан осы ән айта бастадық. Енді ар жақтан әкенің қанымен, ананың сүтімен келген өнер шығар. Сосын енді әке-шешенің қолдауыменен, тәрбиесіменен, солардың нұсқауыменен осы 9-шы сыныпты бітіріп, Маңғыстау өнер колледжіне түсіп, оны бітіріп ары қарай консерваторияға түсіп дегендей, сондай еңбек етіп жатқан жағдайлар. Ал енді Әзімхан, өзің енді Маңғыстау Батыс жыр өнер мектебінің өкілісің. Жалпы енді өнердің де қиындығы бар, менімен қазғандай. Жалпы өнерге, өнер деген ұғымды қалай түсінесің өзің? Өнер деп енді 8 қырлы, 1 сырлы адамды да өнерлі дейді. Оған қоса енді мысалы қолынан адамның қандай өнер келеді, мысалы біреулер ұста болуы мүмкін, біреулер ағаштан өнер жасауы мүмкін. Я болмаса біреулерде табиғатынан өте тілге, сөзге жүйрік сондай болады. Сосын я болмаса табиғатынан жаңағындай Құдай тағала бір дауыс береді. Енді оның аумағы үлкен, енді былай айтқанда. Оны бір сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Бәрекелді. Енді Әзімхан, тағы да әңгімемізді жалғастыра береміз. Көрермендерімізге бір әдемі әніңнен тартып өтсең, көрермендерге ұсынайық. Енді мынау Батыс ән мектебінің, өнер жыр мектебінің өкілі ретінде біздер осы Батыс ән мектебі 4 облыс қой енді. Соның бәрін қамтимыз, оның ішіне өзіміздің Маңғыстаудың ән жыры да кіреді. Мынау халық әні Япырайдан бастап берейін. Жаз болса жарқыраған көлдің бетаңайы көгеріп толқындайды япырай алыс шетайы дірілдеп толқын басқан мөлдір суайы шайқайды-ау жас баладай япырай желдің деп алтын бұл айна көлдің бетін жабар-ай-ау судан бұл көктен төніп япырай маржан
Енді Әзімхан талай саңлақтардың ішінен дара шығып, біраз білім алып, сабақ алдың. Сол жалпы өнерге келу, жаңа өзің айтып жатсың ғой, ананың сүтімен, әкенің қанымен келеді деп. Жалпы өзіңнің отбасыңда қай жақтан жұқты деп ойлайсың? Әкең жағынан ба? Өзімнің әкем былай суырып салмалығы бар, ақындығы бар кісі, сөзге шешен, шежіреден де жақсы хабары бар. Сондай жан-жақты өнер десе ешкенасын жерге қоятын, өнерді қатты құрметтейтін, жалпы өнер азаматтарын жақсы сыйлайтын сондай кісі. Мүмкін сондай осы сөйлеу жағы әкемізден жұққан болар. Өзімнің атамның да бір әдемі қоңыр дауысы болды. Әжем де жаңағы Бибігүл Төлегеновалар ұқсап, сондай жіңішке дауыста сыңғырлап ән айтатын, аздап жас кезінде айтқан. Енді өзімнің шешем де әнші кісі. Содан жұққан болар, нағашыларымнан келген болар. Кәрі нағашым Есен дейтін ауыл, Есен Жемелей. Атақты кәдімгі Сейіт бидің, Есен Ермембеттің ұрпақтары. Мүмкін сол жақтан да келіп жатқан өнер шығар енді. Ай бәрекелді. Енді жан жақтан бар дейсің. Жан жақтан. Біздің өз ауылымызда құр емес, Қамысбай дейтін ауылдан. Қамысбай деген ауылында құр емес екендігін білеміз. Енді мынау Әзімхан жалпы алғашқы ұстазың кім өзі? Өзімнің ең бірінші ұстазым негізі мектепте жүргенде Құрақов Әлібек дейтін ағайымда домбыра сабағынан күйден сабақ алдық. Одан енді ол кезде балалау болдық. Біресе барамыз, біресе бармаймыз. Одан кейін көп ұзамай көмегі бұрайды дейтін ағамызда күй сандықта ойнап үйрендік. Сол кісіде азғандай 1-2 ай сабақ алдық. Сосын енді 9-шы сыныпты бітіргеннен кейін түбегейлі осы Ақмарал Ерімбетова ұстазыма барып 4 жыл сол кісінің алдында сабақ алдым. Былай айтқанда осы дәстүрге келуіме негізгі себепші сол кісі Ақмарал Ерімбетова. Консерваторияда сосын Айгүл Қосановадан сабақ алдық апайымыздан, ол да ұстазымыз. Енді Әзімханнан тағы да әңгімемізді ары қарай өрбіту үшін бір әдемі Маңғыстаудың жеті қайқысынан бола ма? Бір ән сұрайық. Жеті қайқыдан айтайық. Давай, жеті қайқыдан айтайық. Мынау енді Маңғыстаудың Адайдың жеті қайқысының бірі Майлан жары Шолтаман Байсарұлының әні Тал кеме деп айтылады. Дәлейшім деп те айтылады. Осы әнді орындап берейін. Тар немеге дәлейші 18 бен 25 арасында ауыт қиды ит көңіл әр немеге дәлейші әр немеге дәлейші қара бұлақ қайнаған тастан шығарайын айқын жүйрік жұлқынған жастан шығар ділейші-ау жастан шығар ділейші аяғыңды жігіттер абайлап босай алыс емес дұшпаның достан шығар ділейші-ау достан шығар ділейші достан шығар ділейші-ау достан шығар ділейші Әзімхан өте тамаша. Бір студиямызға келіп бір сусындап қалып жатырмыз. Алла өмір жолсын, талап өмір жолсын. Енді мынау Әзімхан
өзімізде талай осындай конкурстардың арқасында өнерге жайлап ептеп келе жатқан жайымыз бар. Жалпы енді өзің қазіргі кезде Маңғыстау өнер колледжінде тағы да басқа білім ордаларында өзің сабақ бересің, тәлім беріп жатасың, үйретіп жатасың. Жалпы шәкірттеріңнен ішінен суырылып тұрған ай осы бала жыр додаға салуға болады, топқа салуға болатын сияқты дегендей шәкірттерің бар ма жалпы? Құдайға шүкір, енді өзім Маңғыстау облыстық филармониясында жұмыс жасап жатырмыз. Сосын Абыл Тарағұл атындағы өнер мектебінде ұстаздықта мұғалім болып, сол жерден бір 7-8 шәкіртіміз бар, дайындап жатқан. Соның ішінде іліп алатын бір 2-3 шәкіртіміз бар, жақсы. Осы Жақсау деген, енді айта кетсем, Жылқыбай Әлихан дейтін оқушым бар. Жақсы, болашақта осы біздердің жолдарымызды қуатын жақсы бір әнші термеші болып шығатын оқушымыз. Одан кейін Оразалы Аймен дейтін кішкентай қарындасымыз бар, оқушым. Осы екеуі жақсы келе жатыр. Есте сақтау қабілеттері, дауыстары да, жалпы өнерге деген жауапкершілігі бәрі жақсы. Осы екеуінен күтуге болады. Тез қабылдауы. Тез қабылдауы, жалпы өнерге ынтықтығы деп айтамыз ғой енді. Бәрекелді. Жалпы енді Әзімхан, эстрада бағытында да бір-екі ән шырқап жүргеніңді естіп қалып жатамыз енді көпшіліктерден, ұзын уақыттардан. Бірақ енді эстрадаға көзқарасыңыз қандай? Болашақта сондай бір альбомдар, я болмаса клип, бейнебаян деген сияқты ондайға көзқарастарыңыз қандай? Өте дұрыс. Енді бұл өнер азаматтарының ішінде өнер болғасын, оның ішінде ән, жыр болғасын, ол эстрада бола ма, я күй болсын, жыр терме, дәстүрлі ән болсын, бәріміз бір терінің пұшпағын илеп жүргеннен кейін, ол жерде ол клип түсіруде, жаңағы әртүрлі әндер жазуда бәрінің ойындағы, жоспарындағы нәрсе. Біздің енді жоспарда да алдағы уақытта ол жаңағы домбырамен әртүрлі табиғатқа шығып, мысалы бір әнді орындап, я бір термені орындап, клип түсіруге де ой бар негізі. Бірақ енді кейде мына аздап өзіміздің жастығымызға салынып, кейде бір соны құнттамай жататын кездері болады. Бірақ ойда бар. Енді эстрада жанрындағы әндерге келетін болсақ, дәстүрлі әндерді де мысалы эстрадаға бағыттап, әуенді бұзбай, қалпынан шығып кетпей салуға да болады. Заманауи әндерге де, жалпы лирикалық әндерге де өзім негізі ниетім бар. Енді алдағы уақытта көрсетеді. Ол өзімізге байланысты ғой, енді ізденгенімізге. Жан-жақты болған жақсы деп ойлаймын енді. Бабалардың, аталардың үлкен бұрыннан келе жатқан біздің өнерпаз, жыршылардың термелерін эстрадаға салып өңдегенде де, бірақ ар жағында түпнұсқасын жоғалтмаған жақсы. Енді негізгі басты жоспар, жалпы қазір дәстүрлі әндеріміз бар, тың шығып жатқан, көміліп қалып жатқан, мысалы үлкен кісілердің орындауында айтылмаған әндер бар. Осы маңғыстаулық ағаларымыздың біраз тер төккен еңбегінің арқасында шығып жатқан дүниелер. Сосын тағы да жаңағы қазір жаңадан көптеген кітаптар шығып жатыр, жырлар шығып жатыр. Негізгі мақсат осы ән жырларды насихаттау, негізгі барысымыз. Бірақ енді уақыт жетіп жатса, негізгі бәріне үлгерген жақсы. Ал енді Әзімхан, студиямызға келгеніңізге көп рахмет. Алланың жаусын, қанатың талмасын, талабыңа нұр жаусын. Әдемі тілегіңізді көрермендерге бір жолдап кетсеңіз. Рахмет, көп рахмет айтамыз. Сіздерге де Алланың нұры жаусын. Мынау енді бағдарлама өнерім, өмірім деп атауын жақсы қойғансыздар. Ғұмыр ұзақ болсын дейміз, ең бастысы. Енді халық қайтарымыз, ең бастысы еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Әрдайым жақсылықта жолға берейік. Енді өнерім, өмірім деп шынында да осы өнер иелері шынымен де осы өнердің арқасында өмір сүреді. Осы өнерсіз, былай айтқанда халықта осы ән жыр күйсіз халық, ән жыр күйсіз халық деген шөлдеп сусындайды
іздейді өнерпаздарды. Өнерпаздар сонымен құрметті. Сондықтан бүкіл өнерпаздардың атынан бүкіл халыққа алғысымызды білдіреміз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Енді өнер адамдарының несібесі халықтан қосыра. Сондықтан халқымыз аман болса, өнер адамдары да өрлеп, өркендей береді. Сондықтан еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Халық, еліміз осы өнер азаматтарын қадірлей берсін, бағалай берсін деген тілек айтамыз. Рахмет, Әзімхан, саған да творчестволық табыстар тілейміз. Ал құрметті көрермендер, өнерім өмірім атты бағдарламасы өз мәресіне жетті. Көріскенше аман сау болыңыздар. Мынау енді Ләйлі Құндақбай апамыздың Аманат қисса жырынан үзінді айтып берейін сіздерге. Теңдесің жоқ бір Алла, көкірегімдегі ой сыр Алла, сырыма дендеп ойласам, ой кеудеме түсті ой нұр Алла. Илалла деп ай сөйлебем, тіліме түсті ой жыр Алла. Құрсауын шешсең тілімнің, шашайын көпке қойдыр Алла. Кәлемға көзім ай жүгіртсем, қорғаным екен ай діл Алла. Ділімді сақтап тұратын аманат екен ай тіл Алла. Аманат еткем тілді деп жазыпсың соны ой біл Алла. Байланса асау қызыл тіл, ой сақтаулы депсің ай сүр Алла. Атамыз адам өзіңмен серттескен екен ір Алла. Безеген тілін ай мен едім, сол адамның ай бір Алла. Біздей надан не білсін, жүрегін басқан ай кір Алла. Дірілдеп тұрған ай діліме, жүзіңді нұрлы ой бұр Алла. Семіп бір қалған ай жүрекке, жарғызып қайта бір Алла. Нешеме бояу өрнекпен, тіліме салшы ой тұр Алла. Нұрыңа асығай ағылдың, масайған сәт ой бұл Алла. Аманатын ой атамның, мойныма қайтып ай іл Алла. Хақ сөзден тайса тілімді, бөлшекте көзің ай тіл Алла. Адасып кетсем хақ нұрың, ой қолдайтын мен ой пір Алла. Ежелден жеткен бір аңыз, көңілімді кезіп ай жүр Алла. Жырғылып төксем тілімнен, жебеушім болып ай тұр Алла. Ла илаха илlallah, ла илаха илlallah, ай